Clubhouse қазіргі таңда ең жас, тек аудиоға негізделген әлеуметтік желі. Қазірдің өзінде Clubhouse 1 миллиард ақш долларына бағаланып отыр. Салыстырмалы түрде еске алатын болсақ, 2012 жылы Facebook Instagram'ды дәл осындай суммаға сатып алған болатын. Әлеуметтік желінің негізін қалаушылары Стэнфорд университетінің түлектері Пол Дэвидсон және Роэн Сет. Екеуі де алдын Google'да жұмыс істеп, сол жерде application құрып отырған. Мұндай идея пандемия кезінде адамдардың қарым-қатынасын жақсарту мақсатында пайда болған дейді сұхбатында. Clubhouse панельді дискуссия ретінде қызығушылығына қарай комнаталарға бөлінеді. Тек мұнда жеке хабарлама, видео, фото жоқ. Жалпы лайв режимде бірнеше спикер қамтылған интерактивті подкастқа ұқсайды. Тіркелу барысында есімі және фамилияңыз көрсетіп, қызығушылығыңызға байланысты персоналды контенттерге жекелей комнаталарға жазылуға болады. Ең қызығы, тіркелу тек инвайт арқылы бір қолданушының шақыруымен жүзеге асырылады. Қазірдің өзінде eBay, OLX сайттарында инвайт шақырумен айналысатын делдалдар қарасы көбейген. Бұл әлеуметтік желінің тағы бір ерекшелігі, егер бөлмелерде бірнеше адам сөйлеп отырса, хабарландыру барлығының оқырмандарына бірдей келеді. Егер бөлмеде 5 адам ғана сөйлессе, олардың оқырмандары хабарлануды естіп қосылып, лайв тыңдаушылар саны бірден жүздеген мыңдаған адам болуы мүмкін. Ал бөлме баптауында максималды 5000 адамға дейін қабылдай алады. Илон Маск және Цукерберг секілді танымал адамдардың желіде болуы арқасында мыңдаған адамдар желіге тіркеліп отыр. Әзірге Clubhouse тек iOS жүйесінде бар, Android жүйесінде жұмыс жасалу үстінде. Сонымен компания қалай қаржы табады, қалай өзін ақтайды? Монетизациясына келетін болсақ, платформаға тіркелу тегін, ешқандай подписка тіркелу жоқ. Компания өкілдері тесттік режимде билет сату, подписка, донат секілді бөлімдерді қарастырамыз дейді. Сол арқылы қаржы табуды көздеп отыр. Ал ақпараттық қауіпсіз жағына келетін болсақ, бөлмелерде біреу тыңдай ма, сөйлеген сөздер сақтала ма, кейін кері бағытта қолданылмай ма? Бұл сұрақтың ашық жауабын таппадым. Жалпы ақпараттық қауіпсіз жағына келетін болсақ, көп компания өкілдері осы пунктте оңбай таяқ жеп, қолданушылар жайлы ақпарат сыртқа шығып кетіп, біраз акцияларға құлдырап кетіп жүретін. Бірақ бір дерек көздерде былапыт айтатын қолданушыларды бұғаттау болады дейді. Модератор болса, модератор онда сол бөлімені тыңдай алу мүмкіндігі бар деген сөз. Осыны ескерген жөн. Clubhouse жаңа әлеуметтік желісі TikTok секілді бум жасайды ма, әлде Periscope, Pokemon секілді шаң басқан себептерде қала ма екен? Оны уақыт еншісінде қалдырайық. Пікірге инвайт алғысы келетіндер плюс деп жазсаңыздар болады. Бір-бірімізге пікір арқылы, инвайт арқылы шақырайық. Сіздермен бірге болған IT әлем каналы, бізбен бірге болыңыздар.